Енді ел жаңалықтарына ойыссақ. Түркістанда жасөспірімдер арасында шахматтан республикалық турнир өтті. Зияткерлік жарысқа Қазақстанның әртүрлі өңірінен 120-дан аса оқушы қатысып, өзара бақ сынады. Шараның бас демеушілері КМФ микроқаржы ұйымы және КМФ демеу корпоративтік қоры. 13 жасар Алиасқар Кубен 6-7 жылдан бері шахмат ойнайды. Данышпандар ойынымен шұғылданып жүрген шахматшы бірнеше республикалық жарыстарға қатысып жүлделі орындарды иеленген. Ол болашақта шахматтан тәлімгер болуды армандайды. Мен пока ойлап жатырмын, шахмат болса да, тогда әлі гроссмейстер болғым келеді, әлі де мұғалім осы шахматтағы тренер айтуға болса. Жоқ, қиын болмады. Мен жеңдім. Республикалық турнирге Қазақстанның әртүрлі өңірінен 120-дан аса жас шахматшы қатысты. Олар өзара бақ сынасып, жүлделі орынға таласты. Жеңімпаздар іріктеу ойындары арқылы жас ерекшеліктеріне сай анықталды. Турнирде ең жас қатысушының жасы 5-те, ал ең үлкені 16 жасқа толған. Басты мақсат осындай кішкентай балаларымыздың бәсекеге қабілетті болып өсуін тәрбиелеу, және осы балалар ертеңгі күнде шахмат ойыны арқылы өмірдің барлық саласында жетістікке жетуге болатынын түсіндіру. Шахмат турнирі Түркістан қаласына ерекше мәртебе берілуіне орай ұйымдастырылып отыр. Бұл ауқымды шара КМФ микроқаржы ұйымы мен КМФ демеу корпоратив қорының бастамасы және тікелей қолдауымен өткізіліп келеді. Турнир осымен 3-ші жыл қатарынан тұрақты түрде ұйымдастырылып, жас буынның ой өрісін кеңейтуге, логикалық қабілетін шыңдауға үлес қосуда. Басты бұл жердегі мақсат КМФ компаниясы енді Түркістанның барлық облыстарында осындай іс-шаралардың өтуіне үлесін қосады. Тек қана кредиттік бағытта емес, сонымен қатар Қазақстанның қоғамдық іс-шараларына атсалысуға тырысады. Олардың ішінде енді именно балалар спортына көп көңіл бөлінеді компаниямыздан. Жалпы жүлде қоры 400 мың теңге жуық. Бұл жерде 1-ші, 2-ші, 3-ші орынға бөлініп берілетін болады. Шахмат жай ғана спорт емес, терең ой мен зерденің тоғысқан өнері. КМФ микроқаржы ұйымы мен КМФ демеу корпоратив қорының қолдауымен ұйымдастырылған мұндай жарыстар жас буынның ой өрісін кеңейтіп, болашаққа деген сенімін нығайтатын маңызды әлеуметтік бастама. Еліміздегі ірі микроқаржы ұйымы ретінде КМФ қаржылық қызметпен шектелмей, қоғамның мәдени және зияткерлік дамуына тұрақты үлес қосып келеді. Жұлдыз Шалқарбек, Рамазан Оспан, Түркістан 24.